Отарланған елдің тарихын отарлаушы ел жазып береді деген сөз бар. Дәлірек жазылмаған шындық. Дәл осылай отарлаушы халық өз үстемдігімен отар ұлттың таным түсінігіне, санасына, жалпы менталитетіне, мақсатты идеологиялық әрекеттерінен тыс жағымсыз жақтарын рухани дерттеріне жұқтырады. Қауіп ондай кеселдердің жұғуында емес, оның романтикаға айналуында. Жалпы мен терпела деген сөзді ең алғаш өзімнің класстастарымнан естідім. Басында бұл сөзге мән бермедім, бірақ олардың түрлеріне қарасам, мені күліп, мазақтағандай көрінді. Кейіннен бұл сөзді көп басқа класстардың алдында және қыздардың алдында айта бастады. Бұдан кейін басқа класстар да, өзімнің кішкентайлар да мені терпела деп атап кетті. Бұның бәрі мен намысыма тиді, мен бұдан кейін қатты стресс алдым. Сөйтіп жанымдағы адамдардың мені шетке қаққан білдім. Және бұны ата-анама айта алмадым. Бұл ыңғайсыз болды әрине. Сол себепті мен солардың қатарына кіруіме тура келді. Түрмесізде тентегін түзеп тезге салып тәрбиелейтін қазақ халқы үшін тегімізге жат темір тордың тәртібі қалай ғана жұқты. Ессіз есірікті ерлікке балап, бұзақыны батыр, сабырлыны сайқымазақ санайтын бұндай түсініктің түбі сонау Советке, яғни Кеңес одағындағы түрмеге барып тіреледі. Ұл мен қызға, ер мен әйелге болсын, оның аты мен затына терпела сөзі телінсе, тегіне тіл тигізгеннен артық тәнін таяқтағаннан ауыр тиетін түсінік қалыптасқан. Сөйтіп мен олардың қатарына кіргеннен кейін менің мектептегі тәрбием нашарлай бастады, және бағаларым төмендеді, сабақтан көп қала бастадым. Сөйтіп осы өзімізден кішкентай класстарға да әлімжеттік жасай бастадық. Бұның бәрін мен содан кейін мен жалпы мұғалімдерден көп ескертулер алдым, және ата-анамда мен үшін сөз естіді жиналыстарда. Сөйтіп ата-анаммен мен ара қатынасым нашарлай түсті. Сөйтіп мен бұрын мектепке қалай терпела дегендер үшін келгім келмесе, қазір үйде көп ұрыс болатындықтан үйге де сол көп барғым келмейді. Қазіргі кезде көп жастарымыз намыссыз болып кеткен, екі ауыз сөзіне жауап бере алмайды өздері. Өз іс-әрекеттеріне жауап бермейтін болған қазіргі заманда. Өзімізге жас кезімізде терпела десе намыстанушы едік. Қазақтың қай батырын көрдің терпела болған. Жаңағы қазағым айтады, қарнымның ашқанын емес, қадырымның қашқанына жылаймын дейді. Сондай бір нәзік жанды жігіттердің көбейіп бара жатқанына шынымен де қарным ашады. Мектепте, университетте болсын, көшеде болсын, терпела деген атты естуге намыстанушы едік. Тіпті соларды арамыздан бөліп тастаушы едік қой. Дұрыс па досым? Қазір армияда, түрмеде бұрынғы ағаларымыз айтып келетін, сондай терпеладармен қоласып амандаспайтынымыз. Қазір жазғыштар, қағазымен қаламы дайын тұрады. Сол жігіттер мысалға ертеңгі күні елін, жерін, отанын, отбасын қалай қорғайды? Нағыз жігіттердің арасында жазылмаған заң бар емес пе? Сол заңдылықтың бәрі қазір қайда қалды? Жігіт деген жігіт болу керек. Жалған намыстан жапа шегіп, жақсы өмірін жағымсыз еткен жастар қаншама. Оларға әйгілі Жак Фреско былай дейді. Егер біреу сені адамдардың алдында масқаралап, намысыңа тисе елемей қой. Бірде анам екеуміз келе жатсақ, бойы ұзын, денелі жігіт шешемді боқтады. Тіпті өте жаман сөздер айтты. Мен анама қарасам, ол үндемейді. Мама, осыған шыдап тұрсың ба дедім. Ол, бұл ауру ғой, сөзін елеп қайтесің деді. Шынымен де, егер ол кезде намыстанып, не дедің, тағы қайталашы деп онымен ерегістемші. Мені жұдырықпен қойып қалады да, қабырғаға лақтырып жібереді. Басым жарылады, тісім сынады. Бүйтіп таяқ жегенше айта берсін, жынды мен жынды болып еш нәрсе ұтпайсың. Жалған намыстың ешқандай пайдасы жоқ. Біз қауіп дертте емес, оның романтикаға айналуында деген едік. Дәл қазір сіз терпеланың аты терпела, оны тектеудің, ақтаудың қажеті қанша деп ойлауыңыз әбден мүмкін. Жалғыз сіз емес, жалпы қоғам осы сөздің мағынасын дұрыс түсініп жүрміз бе? Аудармасы, қазақшасы қандай? Әрине, оның аударғандағы тура мағынасы біз ойлағаннан, қоғам қабылдағаннан мүлде басқаша. Уикипедиядағы бірінші мағынасы жаргон сөз. Өзі үшін тұра алмайтын әлсіз адам десе, екіншісі қылмыстың құрбаны, зардап шегуші дейді. Google аудармашы шыдады деп аударса, іздеу жүйесі түрмедегі терпела ол қатаң зорлықтарға қарсылық көрсете алмайтын сотталушы депті.
Ушаковтың сөздігінде терпит түбірі шағымданбау, қиындықтарға төзімділік таныту делінсе, Кузнецовтың үлкен сөздігі физикалық және моральдық қиындықтарға шыдау деп мағына берген. Ал желі қолданушылары былай түсінеді екен. Терпилалар айналасындағы бассыздықтарға көнетін, әрі өмір бойы көнбіс болып өтетіндер. Тәртіп керек. Терпилалар пара беретін және жігіт сияқты өз құқығы үшін тұра алмайтындар. Негізі терпила дегендер зардап шегушілер. Бала кезде басқаша түсініп жүрдік бірақ. Өзгенің басына қиын іс түссе, сыртынан кекете қарап тұратындар. Әйтеуір маған тимесе болды дейтіндер, міне солар терпилалар. Алматыда болған жағдай. Көшеде танысымды бір топ бұзақылар ұрып кетті. Полицейлер келді, арыз жазды. Бөлімшеге барғанда кезекші полицейге терпиланы алып келдік деді. Бұны қалай түсінуге болады? Полицияда терпила деп зардап шегушіні айтады. Негізінде терпила деп қазіргі жалғанды жалпағынан басып құтырғандарды айтса болады. Терпила деп түрмедегі петухтарды айтады. Олар неше түрлі зомбылық пен зорлыққа терпит етіп жүре береді. Тоқылдақ, терпила, айтуға болмайтын нәрсені біреуге жеткізіп қоятын адам. Кезекті бір бұзақылығымнан кейін анам жиналыста мұғалімдерден қатты сөз естіді. Одан кейін маған қатты ренжіп, мені психологтармен кеңесуге алып келді. Буллинг бүкіл әлем мектептеріне бүгінгі таңда тараған құбылыстардың бірі. Буллинг дегеніміз ағылшын тілінен аударғанда қорлау, қудалау, мазалау, мазақтау дегенді білдіреді. Сонымен қатар буллинг қысым көрсетумен емес, сөзбен де кемсіту арқылы көрсетілуі мүмкін. Әлімжеттікке, буллингке ұшыраған баланың мінез құлқында өзгерістер болады. Сыртқы келбетінде, сөйлеу мәнерінде, ойлауында, баланың жүріс тұрысында өзгерістер болады. Бала өзінен кіші балаларға, жануарларға агрессиямен қарауы мүмкін, мазасыздық күйі болады, ашуланшақ, оқшаулану, тыныштық күйде болғысы, жалғыз өзі қалғанды қалайды. Мысалы, бала бұрын сурет салғанды жақсы көретін болса, буллингке ұшыраған баланың суретке салуға деген құлшынысы да төмендейді. Сонымен қатар бала мектепке барудан да бас тартуы мүмкін. Буллинг онлайн кеңістікте де болуы мүмкін. Қазіргі таңда оқушылар арасында чаттарда балаларды бөліп тастау, топқа қоспау, бұғаттап тастау, немесе әлеуметтік желі арқылы мазақтау, кемсіту түрлеріне байланысты әртүрлі заттарды, әртүрлі мәселелерді жіберуі мүмкін. Ал енді осы буллингке ұшыраған балалардың ата-анасы баласының буллингке ұшырамауы үшін ең біріншіден баласымен ашық сөйлесу керек. Буллинг тақырыбында көбірек сөйлесу керек. Балаға өзін қолдайтынын сезіндіру керек. Балаға махаббатын білдіру керек. Балаға жақсы көретіндігін айтып отыру керек. Мектепте уақытты қалай өткізгенін, интернетте не істегенін сұрап отырған жөн. Балаларынан өзінің құрбыларыменен, құрдастарымен арасында қарым-қатынасын, сезімі жайлы жайында үнемі сұрап отыру керек. Тек қана ол баласының білімін ғана сұрамай, баласының көңіл күйіне де ата-ана міндетті түрде көңіл аударып отыру керек. Бала өзінің қысымға ұшырағанын мұғалімге де, ата-анасына да айтпауы мүмкін. Көп жағдайда балалар ата-анасына өзінің әлімжеттікке ұшырағанын айтпайды. Бала өзін біреу ренжіткенін білсе, оны міндетті түрде мұғалімге немесе ата-анасына жеткізуге құқығы бар екенін білу керек. Әлімжеттік қысымға ұшыраған балаларға психологтардың айтатын кеңесі, бала әрқашанда өзін жақсы көру керек. Әркім өзін жақсы көру керек. Өз-өзін бағалай білу керек. Әркімнің ойы құнды. Өз ойын еркін айта алуға құқығы бар екенін білу керек. Терпила түсінігі заң орындалмайтын елдерде адамдық, азаматтық мораль жоқ жерде іске асатын надандықтың белгісіз іспеттес. Иә, қоғамда терпила болу жігіттікке сын.
Алайда терпила стереотипі кейбір адамдар үшін зона комфорта екен. Яғни ол үшін қауіпсіз, ыңғайлы әдетке айналған. Мен және менің айналамдағы достарым бұл терпила сөзінің мағынасын қате түсінгендіктен өзімізді де өзгені де босқа кінәлап жүріппіз. Негізінен ата-анам мен психологтың айтқанындай, әрбір оқушының міндеті мектепте жақсы білім алып, ата-анасының үмітін ақтау керек. Және де біздің болашақтағы мақсатымызға жетуімізге осындай терпила секілді қате ұғымдар кедергі келтірмеу керек. Әр елде кез келген мектепте буллинг бар. Бірақ терпила түсінігі бәрінде кездеспейді. Өзгенің сенің шекараңа өтуі ұнамай ма? Онда қарсылықтан. Заң бойынша сенікі дұрыс па? Әділетсіздік орын алып жатыр ма? Онда арыз жаз. Заң бұзуға жол берме. Жазасыз қылмыс тағы жасалады. Жалған намыс пен кереғар түсініктерден арыл. Бұл сенің өмірің, сенің құқығың.